Sodan bir günü kele жазсақ, алдымыздан түтін көтерілді. Ел бар екен ғой деп қуанып кеттік. Таяп барып бір төбеден қарасақ, 7-8 ойғыр, 8-9 ешкісі бар екен. Шай қайнатып ішіп отырған секілді. Содан қалай барамыз деп ақылдастық. Сырын білмеген аттың сыртынан жүрме деп, оларды мұсылман пендесі дегенмен бізге қалай мәміле жасайтынын қайдан білесің. Ақыл құрап алған соң, өрнекке шығып қарамызды көрсетіп едік. Содан ондай сақ құралы бар көрінбейді. Мылтықты оқтап, көлдеріңнен көріп алып, аяңдап қастарына бардық. Қаша жөнелмесе де өңдерінен белгілі қатты қорқып тұрған секілді. Біздің сәлемімізді алып, түсіңіздер, шайға келіңіздер деді. Тілдері құмылдың ұйғырларымен ұқсас көрінеді. Содан өз жоспарымыз бойынша бейілқан аттан түсіп араларына барды. Мен ат үстінде оқтаулы мылтықты өңгеріп сақтық істеп тұрдым. Әлгі ойғырлар ағаш саптаяққа шай құйып бейілқанға беріп жатты. Қолды құралдары жоқ секілді. Мен де еңкейе бастадым. Танауыма көптен бері түсте бар есте жоқ ашты шайдың иісі келе қалып, тамағым қаңсып чөлдеп тұрмын. Шіркін-ай, әлгі сұр суды ішіп алсаң, ішіңді кептіріп, ағажеден өтінін қайтесің. Соның арасында біреу маған таман бір саптаяқ шай әкеліп келе жатты. Мен де бұлар қасқылады деген ой жоқ. Еңкейіп саптаяқты ала бергенімде, әлгі хайуанның саптаяқтың түбінде қосып ұстаған тасы бар екен. Оң жағыма асатып ақ жіберген. Басым зеңгіп, көзім қарауытып, аттан ауып бара жатқанымды білемін. Мылтықтың тарс еткен даусымен есімді жисам, мынау бейілқанды саусағымен ұстап, жан-жаққа тырым-тырақай қашқан ұйғырларды атқылап жатыр. Екеу-үшеуі оққа ұшып кеткендей болды. Ойбай, болды, оғың төгемесін дедім жәндәрменмен. Мынау оқ тиді ме, тимеді ме, тағы екіні күсіп жіберді. Ағекеш, өлгеніміз осы ғой деп жүгіріп келіп, басымды сүйеп отыра қалды. Аузым қанға толып кеткен екен, бойымды жиып түкіре салдым да, әлгілердің далаға тыққан қаруы болмасын, байқа дедім. Оның екі көзі далада. Кеудемді қан жауып кетіпті. Мынау әлгілердің ошақ басынан су әкеліп, аузымды шайып, бетімді жусам, тас оң жақ сүйегімнің тақ мына жерінен тиген екен. Оң қолымен бет сүйегінің астындағы дардай тыртықты сипап, не деген қарулы немекенін кім біледі? Заты қырлы тас бекен дардай тіліп кетіпті. Екі азу тісім босап қалыпты. Шай ішіп ес жиған соң байқасам, 3 тонды ойғыр деңкейіп жатыр. Әлде қашан жәні жүріпті. Басқаларынан барар жоқ. Бірақ зытқан секілді. 40 күн қырғын болса да ажалды өледі деген сол екен ғой деп сөз көзеген бейілқан алды. Мына кісі айтқандай, төр жақта отырған айтқұрманды көз қиығымен меңзеп, аман сәлемі дұрыс, қолыма ұсынған саптаяқты алып, жылып қалған шай екен, екі қауып ұрттағаным сол еді. Алла дегендей үн шықты. Артыма қарай бергенше болған жоқ, 4-5 ойғыр бірақ қаптады. Өлген деген осы екен дедім де, жандармен әлгілерді көтере түрегеліп, екі қолыма жармасқан екеуін екі жаққа сілкіп тастап, оңына келгендерді жұдырықпен асатып, олай қылсын, бұлай қылсын, бұлай жапырып жіберіп, кейбіреулер орындарынан ұша түрегеліп қайта келіп жармасты. Адам қорыққанда күші асып кететін көрінеді ғой. Тағы ұрып жығып қарасам, мына кісі жер құшып қалыпты. Бір ойғыр маған мылтық оқтап жанталасады. Атқан оғы жоқ. Өзіне қарай тұра ұмтылып, мылтықтың түтігінен ұстап жұлып алдым. Сол-ақ екен ойғырлар жан-жаққа зыта жөнелді. Қарасам, мылтықтың сулауын аша алмапты. Қайырып жіберіп, сығалап 5 атып кеттім. Мына кісі де оқ таусылмасын деп айғайды салды. Ақымақтар сонда мені қара құстан таспен бір қойған болса, онда түгеп едік. Енді бір жанымызға арашашы болған, түк көрмеген таулы ұйғырлар мына онатардың сулауын ашқанды білмейтін секілді. Бар болғаны сол, жүгіріп мына кісінің қасына келсем, беті дал болды. Аттың үстінде тұрып, қайт таяқ жеп жүргенін кім біледі? Шошып кеттім. Сөз кезегін өзі қайта алған айтқырман сөзін қорта сөйледі. Енді ілгерілесек, ұйғырдың жері екен, сонда бұл Шинжаңның жері болды. Мейірімқандар бұлай өзі де келмейді. Бүйтіп жүріп арам өледі екенбіз. Не де болса ел ішіне барып көрейік деп, ұйғырлардың каваға қойған суын, азық түлігін алып, өлген үшеуінің басын қыбылаға қаратып, беттерін тонларымен жауып, таспен бастырдық та,
Bargan jolumuzben kayta жүрüp, beri jagynda kündüg jerdegi bir bastawga gelip, 10 çakty gün munaw meni aň etimen sorpalap, jarakatym жазылган soň 20 şakty günde osy jerge jetgenimiz osy boldy. Aýtbakçy elgi oýgurlarga jolukkan jerimizde bir darday kurakly bastaw bar eken. Sonuň suwy tüşdi suw eken, kölükde özümizde çölümüz bir gandyrdyk. Ol zamanda radio ýestip, telewizor göremiz diýtin emes. Bir üýge kişi gelse kulagymyz osunda kengeste bolat. Sözge üýür gezimiz. Bir üýdüň erkesi men äkemniň ýygynda süýenip turatyn meni hiç kim gakpaýdy. Muna adamnyň bala gezinde körgen, estigenderi mytykpüründe sonday anyk galady eken, dep Kunanbay sözüni tolaksız jalgastyryp otur. Çaýdan urtlap goýup, meni de kadagalaý surap katirelip jatyrman. Sodan bir darada otura beretini emes, ülkönler akıl kurap, aytkurmanlar körüp gelgen batysdagy ýen jerge köçetin boldyk. Kolda gazna ulak usak töldöp, mal kökke toýup at kölük küýlengen kez, belkim çildaý mölçermeken. Elgi daradan jükti jaýaw tasyp awzyna düşürüp alyp, tündeletip Sura özünini kuldap jürüp ketdik. Kolunda karuw bir gazak karap jatama. Turgun bolgan Saraýgurlardan. Turgun bolgandardan, Monguldardan azna ulak kölük urlap, at ýöne toluktap algamyz. Sonu men bordan asyp Sargaljyňdy guldap, Karadawondan ülkön galtynga asyp düşüp, onu guldap Kaýızdagy Mongullarga körünbeyik dep, Haltyn tawynyň küngöýlep bir keň agynly kaýkaýa jöneldik. Köştüň aldynda jol çalgandar bir kostay sary buğra atypdy. Etin bölüp jarıp müşelep aldy. Sol say günü bugün sary buğra asuwy atanyp ketdi. Sol asuwdan asyp Şinşagu degen saýdy guldap, odan hazırki Aksay awdanynyň Saňsankuldyň basyndagy jarmany guldap bökterge çykdyk. Jolda bir Monguldan 100 mal aldyk. Sol beti Altyntawyň bökterini bökterlep tartyp oturup, bir bastawga gonyp, erteňinde bir keň agynga taýaganda jol çalgandar çawup jetdi. Köştü toktatyp goýdy. Azdan soň 3 ret atylgan myltykdyň dawusyny esitip, aldymyzda jaw men atsyp jatyr eken goý dep şoşup ketdik. Sonuň arasynça köştü kaýta jirdi. Aldymyz ülkön agyn eken. Ýeki kiçkene ak şatyrtyr. Uzun boýly, sary sakaldy, kök çegir ekebin ülkönler orus eken dedi. Haslarynda orta jastagy bet awuzlary sakal murtuny gatdagan 5 oýgur bar eken. Korşap alyp ortalaryna oturgyzyp goýupdy. Baskalar çatyrlardan astyk kiyim geçig alyp tüýelerge bastyryp jatdy. Köp aýlanbay köştürüp ketdi. Kongan jerde ülkönlerdiň keňesine garaganda jäkeň eki jakdagy töbege azamatlary çygaryp şatyrdyň töbesini deldep, bir atyp jibirip, elsiňbe jawsyňbe dep aýgaýdy salypdy. Ýen tawdagy tutkuýly myltyk dawsyndan çoşungan oruslar men oýgurlar kollaryn götürüp çatyrlaryndan çuwap çyga gelipdi. Sonda işlerindeki bir bala jigit. Men musulmanmyn, atym Muhammed dep aýgaýdy salady diýdi. Sodan töbe basynda oturgandar eki myltykty oktap kastaryna baryp, osgan eken, batys jakdan oslay ken izlep gele jatgan orus injenlerler eken. Uýgurlar şahlykdyň dyýkandary görünedi. Bir besatar, bir mawazir, bir dürbe astyk kant olja alypdy. Sol balany meniň äkem bala gylyp alypdy. İmam Muhammed ülkönlerden estigen äýnisine geltirip söz ortasynda karkyldap gülüp söýlep otur. At kölükler arık eken, adamlaryna kas kılmapdy. Olar sol günü Dunhuanga düşüp ketipdi. Osy sodan baslap orus algan atandy. Sodan Kanambardy jaýlapdy. Onda yer atlaryny biletini hiç kim jok. Osy yerdiň atlaryny elgi äkem bagyp algan Muhammed agam biledi. Köp yerdiň aty sol arkaly elge jalgasdy. Sol jazda awulyň jylkysyn bir taňda jorduruşlar kuwup gelipdi. Izini çalsa Kanambardy örjet bolgan eken. Äkem özü bastap işlerinde kalgan toratga minip kasyna majyn, kabdykan, jewlilerdi ertip, kugundagy jylkynyň izine düşüp oturup takır bastawdyň kezegine çyksa, arı jagy 60 çakyrymday karatatır bolup baryp, Sargal kölge uçtasady eken. Sargalda kalyň el oturupdy. Munyň bärin elgi orus dürbümen görüpdi. Şirkin ol zamanyň orus kıyık dürbüler yerdiň astyna awlaryp görseteli goý diýdi. Sodan bul yer şöbi tazygyr, yer deňgeýi asa biýik. Özü eki haryltawyň arasy bolgan soň agyp jatgan bulagyna garap takır bastaw gezeň atandyrypdy. Sol günü sol jerde künen kiygençe jatyp, tündeletip Sargalga düşüp jylky gözetken bir Mongul til ustap, bul yerdiň aty Mongulça Sertin, al çygysyndaky ülkön taw Haltyn, basyndaky ülkön taw Silemi
Xanambar ekenin. Bir sertinde 250 tütün, 1300'dey adam sertin urubu bolup, 50-60 ming maldары бар ekenin. Бұл жердің Шыңқайға қарасты солтүстік сол қанат оң қошанға қарасты екенін, Сарғалдың ішкі жағындағы жарымпыл жарымпыл деген шыбар жылқыны байдың осы бірнеше күннің ішінде Xanambar жақтан 100-дей жылқы алып келгенін ұқсады. Содан әкем басқа бейбаздардың малына тиіспейік. Сен бізді тақ сол жарымпылдың жылқысына ертіп бар деп әлгі Моңғолға жол бастатып, түн ішінде жарымпылдың жылқысынан 200-дей жылқыны бөліп айдап тауға шығып кетеді. Әлгі тақыр бастаудан асып, түстік жердегі тағы бір адырға келгенде бір торы айғырды тағы бір жуан айғыр теуіп, ортан жілік үзілген соң азыққа сойып алады. Сонымен бұл жердің аты күні бүгін торы айғыр атанып келеді. Осы барымтадан кейін Xanambarдан тағы көшіп жыла қонақтап, Моңғол елінен алыстап, Қарадауан деген жерді қыстайды. Дәл қай жерде отырғаны екенін есінде қалмапты. Әкем бастап мына Дунхуаңның батысындағы Нанхуаға барып, жарымпылдың отарлатып жатқан түйесін айдап алыпты. Сол жолы біздің үйге құт болған ағамызды әкеліпті. Кейін біздің үйдің мал жанын сол басқарыпты. Қонаққа әкем өлсіз өзі біліп, олсыз өзі біліп бір мал орып бауызламаған екен. Оның үйтетіні, сол ағамызды әкелген соң жылдан кейін менің інім туылыпты. Менің алдымдағы балалар ілеспеген екен, біз аман есен ілестік. Содан әкем, шешем ол ағамызды алды ашық, арты ұрпақты май құйрығым, осы шаңырақтың құты осыда деп бетіне пенде қаратпай өсіріпті. Өзі де қылап мықты пысық адам еді. Қанша дегенмен бардам жерден шыққан тектің ұрқы емес пе? 1951 жылы ақпанда осы қайызда әкем азаттық армияның қолына түсіп қарсылық істеймін деп қаза болғаннан кейін бізді сол ағамыз бақты. Кейінгі талай саяси қозғалыстарда басқа ағайындарымыз нақақ жанышталса да, дәл өз семьямыздағы бір қаншауымызға ағамыздың арқасында елдің тырнағы ондай батпады. Біздің қара шаңырағымыз қазір сол ағамыз отырған үй. Ол кісі заты атына сай асқан діншіл адам еді. 1980 қаншаншы жылдары мына Суй ауданындағы шешеммен бауырларын көруге барғанда ыдыс аяқты өртетіп, малды өзі сойып, тамақты өзі істеп, 5 уақыт намазын оқып кетерінде, менің сендермен қаным бір болса да дінім басқа. Тұрмыстарыңа көндік алатын емеспін. Ол жақтағы туыс туғандарым күн көрісімде өте жақсы. Енді қайтып келе алмаймын. Тірісінде анамды бір көру арманым орындалды. Енді сендер барып тұрыңдар деп қош айтыпты. Кейін сол ағайындарға мен де барып таныс болдым. Әлгі Мұхаммед деген ағаңыз қалай болды дедім. Аздан соң ұмытыла қалармын деген оймен. Күні бүгін соның қайсы ұлт екеніне сынтаға алмадым. Әйтеу шала қазақ тілі екен дейді. Ол да асқан пысық қалу тіліне де жеттік екен дейді. Кейін Дунхуанға қарап тұрғанда әкеме тіл аударып талай барыпты. 1948 жазда менің дарда ес біліп қалған шағым. Осы бөктерде отырғанда, Жақша, қазіргі Ақсай ауданы көлеміндегі Алтынтаудың теріскей бөктері. Осы бөктерде отырғанда әкем саудагерлігімен бірге әлгі ағамызды Дунхуанға саудаға аттандырып жібереді. Тәтті дәмді жеміс жидек жейміз деп біз қуанып екі көзіміз ой жақта болып жүрді. Bir жұмадан соң астық артқан түйені басқа ағайындар жетелеп келді. Мұхаммед аяқсыз тұяқсыз жоқ болыпты. Әкем Дунхуанға дейін барып сұрастырып дерек таба алмадық. 1951 жылы қыста ақша Тасбеке Мәлік Кәрміш ұлы ағамыз Кертөңкерісші деген атпен қолға алынып, Іле өзені аңғарына айдалып барып, 1952 жылы кеңшілікке ие болып, Үрімжіге қайта келгенде әлгі Мұхаммед ағамызға жолығып қалыпты. Сонда айтқаны: әкеме көп сәлем айта барыңыз. Дунхуанда ағама кезігіп қалып, маған басқалардың ара түсуінен қорқып, ешкімге жолықтырмай алып кетті деп сәлем айтыпты. Осыдан басқа хабар болмады. Бұл хабар келгенде әкем баяғыда о дүниелік болған еді. Сол жылы қыс аяғында 1942 жыл 4 түйемен 2 адам келді. Енді кеңес Құнанбайда. Бұлардың біреу Мейірімхан атқошылыққа алып, сүрде ағайындардан бөлініп кеткен Сейітхан Уәкенұлы. Бір Мейірімханның інісі Қамза екен. Бұлар көп адам сайдан Мақай жаққа жортуылдап жүріп, қолға түскен мұңғылдардан Xanambar жақта Жәнәбіл дегеннің ауылы бар деп естиміз дегенді естіп, Мейірімхан екеуіне мұңғылдың ағаш дөңшелегіне су арттырып, қайда болса да сол ауылды тауып,
Gästegi elge koşuңlar dep attandırgan eken. Bular onçakty gün tentirep жүрүp, bizdi zorga tapdy. Osynyň aldynda Majynyň äkesi Tutu Ýaşal gaýtys bolgan. Awul tügel göçüp, elgi aýtgyrmanlar üç oýgurdy mert kılgan bastaga gelip mal töldetdik. Muhammedtiň aýtysynda sol üç oýgurdyň tonu bastaba basynda kalgandygy sebepli keyin oýgurlar bul bastawdy Juwa bulap atap ketipdi. Oýgurlar teri jündü Juwa deýdi eken, dedi. Mal töldetip jatkanda ol atam eňsigen Jenebil Kanabil jene özüniň uşulun çakyryp alyp, "Munaw meniň ömür nasybay ugalagan tustaganym. Endi sendirge joldaş bolsun. Topragym osy жерden tartatyn sekildi" dep bastap köp arız aýtyp tostagany tapşyryp beripdi. Bir jumaga tolmay jaryktyk dünýesi alyp, sol Juwa balaknyň başynda elgi 3 şaýt oýgur bilen körşü galdy. Hoý tuup bola tağıjyla gonaktap köşüp Yazgyturum Gäs gölüniň terskeýindäki Kızıltaş degen jerde oturgan Meýrimkanyň awlyna baryp goşuldyk. Aýtmakçy sol Juwa bulakda tağı bir top injener jolup, olar awuldyň azamatlaryny burun görüp goýup kaçyp ketipdi. Bizdiň Kazaktyň süremi. Olar da atkylap azyk tülük artgan birneçe kölük oljalap azyk tülügün bölüşip algan. Keyin bizdiň awuldyň keýbir jerekbe jigitleri ýerişine barganda iki jerden orus aldyk. Onçakta mıltık bir jigan köp kölük düşürdük dep ösüpdi. Bul meniň közümden görgen çyndykka janaşmaýdy. Osy jalda Gäs hökümetiň öwgütini alyp Şişwanda turatyn bir gança kazak geldi. Solardyň aty esimde galmapdy. Ondagy öwgüti taw tasta tozgan kazaklar turgun ulut eginçi malçylaryny bulap tonagany toktatyp, hökümetiň kuşagyna oralsa bolgany hökümet azyklyk bilen kamdap jaňa tiriklikdiň joluna aşyga kömekleşemiz. Başgalay talapları bolsa laýygyna garay görüge bolady degen katarlar eken. Elbaşlary akyl gosup köp sandy ýel. Hayda barsak da hökümetsiz bolmaýmyz. Aýtganyn çyn orundap, garujaragymyzdy jiýmasa, okuwga jasakka bala almasa, osy hökümetke karaganymyz ýön bolar dep garap Meýrimkan Kärimşuli bastap, her uruw her awuldan guralyp, 50 adam küzde Kızıltaş gäringiden atlanyp, Şişwan Jaňyge garaşly Şülen tawnyň terskeýiniň say salasynda tozup oturgan agaýynlaryna amandaşyp, Şişwan aýmagynyň çonjarlaryna jolugyp, talaplaryny aýtyp, bul talaplaryny hökümet orundaýtyn bolup, aýdyň üstünde wagtda gaýtyp geldi. Soldyly kısta bir bölüm el döň bastaw Karadawandy basyp, Halambar tawuna jetdi. Taspike Sarwas awullary täýjidor Makaýdy basyp, Gaýzaga geldik. Daýman Kusaýnyň awullary Gäs çakda kozgalmay galdy. El keli hökümet alty bastykda gaýyndap, Toňfan bazaryndan arnawly kamba aşyp, elge çalyň bere bastady. Wäde boýunça jortubul atış şabys bir gança ýyl toktap, el beýbit turmuş geçire bastady. Bagajada kalgan soňky eldiň sürke köşügi. 1941 ýylyň aýagyna deýin Gäs өлkesiniň batys raýonlarynda turatyn Mahfufan äskeri güçleri tolyk şeňip boldy. Bagajada kalgan az eldiň batyska köşügini hiç kim tospady. Şakabay Mukadyl, Sarbas Kemen, Azanbay ularynyň awullary köşerge kölük bolmagan soň düngen äskerini arka süýep sawda istep baýgan, tynçylyk bilen Kazakka tırnagy batgan Uýgur Oraz akyndy şabamyz dep barsa, süýenişinden aýrylyp Kazakdan sezikdengen Oraz akyn altyn kümüsini alyp, başga mal mülkini taşlap Jaňyge gaçyp ketipdi. Bargandar bitken malyny oljalap bölüşip alyp, sol gölük bilen batyska Sur Tuğla jagına göçdi. Osy кезде Bagajanyň hazırki Sunan awdany. Bagajanyň gaňdoşy sakrasynda Taspike Mukat Kamsızbay uly, Sarbas Sadykyň ulary Musa, Zarkym, Soltandar Zaýdyrakynyň malyny bagyp kalgan edi. Zaýdyrakyn Kazu tiline jatdyk. Mahfukan Hanjygun gatarly düngen äsker baslaryna bal tamgan tilimen jagyp, kölemde mal sawdasyny istep, aýyna Länji ugalasynda bir gora koý aýdatyp turatyn ölkön sawdager bolgan. Sonda jallangan Kazaklar koraly goýdy. Gaňlosudan jaýap aýdap 400 kilometr gaşykdykdaky Länji ugalasyna jetkizetni edi. Azyk tülük ıdys aýaklaryny korunga salyp atan serkelerge artyp goýatyn. Ol zamanda jol toskan bulançlarda barçylyk. Kazaklar kündüzüni uyku görmey moýunlaryna agaçdan myltyk jasap salyp, asa taktyk saktyk bilen mykanatty bek tartyp zorga jetkizetdi. Kazak eli algaç Gänsüge bargandan Hanjimbowyň basy alganga deýin Zaýdyrakyn köbünde Mahfukan askerlerini provatçylyk istep, olaryň jarlygy köbünde osy sawdager Uýgurdyň awzy bilen Kazaklarga jetip durdy.
Ханның басы алынғандан кейін сенімі азайып, көбінде өзінің саудасымен шұғылданып, Жаңия базарынан үй салып, дүкен ашып, семья адамдары сонда тұрды. Әскерге сенімі кеткеннен кейін қазақтарды ықтай жалдап, шынара жағдайларда көмек қолын созған кездері де болды. Бірақ ол көп жыл арқа сүйер болған Мафукаң хан жеңгулерден де қол үзіп кеткен жоқ. Бұлардың әскери қосындары жөткеліп кеткенде далада қалғандай болып қатты абыржыды. Соң Жаңиедегі жерлік қанзу бастықтарына параны үстемелеп беріп, тағы да сүйеніш тапты. Оразақынды қазақтар шауып кетіпті дегенді естігенде, о да түн қатып Жаңия қаласына түсіп кетті. Осы саудагердің Зайдырақынның қолында қазақтар Жүніс бала дейтін бір ноғай азаматы бар еді. Ол Зайдырақынның мықты көмекшісі болатын. Сол мал баққан қазақтардың ішіндегі біреудің әйеліне жармасып, бардамдығын істетіп, жонын көрсетіп алып кетуге таяған шақ еді. Сол төңіректегі малшы қазақтың қаны қайнап жүретін. Бірақ солардың малын бағып, ас-суын ішіп жүрген соң, енді бір жағынан олардың сүйеніші күшті болған соң қарсылық көрсетуге батылдар бармаған. Енді міне Мафуфаң әскері кетті. Батысқа ауғандар Оразақынды шауып кетті. Есте қайтаратын орайы келді деп қараған сол төңіректегі малшыларды қуанған Кәріпбай бастап барып, Зайдырақынның таудағы мал мүлкін қарсылықсыз бөліп алды. Сонда топты жаяу қойшылардың үйіне таяғанда, тайыншадай заңзы үйті жүнін арыстанша жалпылдатып алып жіберердей арынмен қарсы ұмтылып топқа таяғанда, басқалар қолындағы тастарын атқылап кейін шегіне беріпті. Оны елең ұрлы көрмеген төбет жүгірген қалпы келіп, орында тапжылмай тұрған Қуанғанның кеудесіне шап жібергенде, Қуанған 1932 жылдар Құмылда болған Қожанияз төңкерісінен бері теңінде сақталып келе жатқан жалпақ қанжармен итті басынан қағып жібергенде, ит арс етіп шалқасынан түсіпті. Өткір қанжар иттің жарты құлақ шекесін шауып түскен екен. Шатырларда Мұхат, Мұса, Солтандар басқа ешкім жоқ. Қожайындар қашып кетіпті. Бұл істің бабына бармаған әлгілер, ойбай батырекелер, бұларың не қылық? Бұраудың да сұрауы бар деп, ертең қожайынға біз не дейміз деп ара түсіпті. Сонда Қуанған: қыртпай ат түйені жиып, жүктеріңді артып, малды айдап жүріңдер. Елдің бәрі сұр жаққа кетіп қалды. Бұл малды бөліп алсақ болды. Зайдырақын мықты болса бізден сұрасын. Малын бақтыртып, қан терімізден пайдаланғанымен қоймай, адамымызға ауыстыратын немелер ғой. Енді олардың сөзін сөйлетін Мафуканың әскері жоқ деп, қолға түскен малды бөлісіп алып, тұнғатып көшіп батысқа тартыпты. Бұлар Багажа жеріне ең соңғы батысқа көшкен ел. Осыдан кейін Ганглосының шығысындағы Дамайыңда ақша таспике Ербай, Жәдік Түріккен, Жақаш Меркет Қарағызы, Ителі Орсай қатарлы ауылдар болып, 120 түтін мекендеп тұрып қалды. Бұлар сол жердің қолайлы табиғатынан пайдаланып, 4 түлік малдарын өсіріп, тұрғын ұлттармен тату тәтті өтіп, 1947 жылы Шинжаңға қайта көшкенге дейін елеулі үлкен жағдай болмады. Бұл жер Шүлен тауының орта сілемі болып, Ұлытаудың теріскейі қарағайлы қоңырадыр, сай саласы сулы, шөбі шүйгін, 4 түлік малға атап соққан қара бауыр жер еді. Осыдан Чиннің қаласына екі үлкен тау асып, екі үлкен өзеннен өтіп баруға болады. Мөлшермен 300 км шамасында. Сол кезде Чиннің Шинхуа қатарлы жерден қашқан қазақтардың бір талай осы елге келіп тиянақтап, онан соң өз туыстарын іздеп кетіп жүрді. 1942 жылдың жазынан бастап Жаңия аймақты үкімет бұл елге де шалың берді. Сол жылы Ербайды осы елге жауаптандырып, кейін бұл ел Ербайдың ел атанып кетті. Баркөл ауданында пенсионер 84 жастағы ақша таспике Садықа Ербайұлы көзқарақтылардан Зайдырақын жөнінде естігенін бұлай кеңес қылды. Қазақ ауылдары Багажадан сүрге көшкенде бір әйелдің дауын сылтау етіп, Зайдырақынның таудағы мал мүлкін бұлап бөліп әкелді. Енді тау ішінде сауда істеп мал бағудан күдерін үзген Зайдырақын көп жылдан бері жиған алтын күмісіне Жаңия қаласынан бір көлемді бақша сатып алып, қалада тұрақты саудамен айналысыпты. Біз таудан қалаға барғанда көбінде соны тиянақтап тұрдық. Ол алдыңғы бір кеңесімде айтқанымдай, әкеммен дос жаран адам еді. Оның Юсіп ақын, Ахмет ақын, Сәлей деген үш ұлы бар болатын. Құмыл азат болғаннан кейін 50 қаншаншы жылдарда Зайдырақын балаларымен Құмылға келіп бір қанша жыл тұрды. Сонда кездесіп естігенім.
1949 жылы қыркүйек айларында азаттық армия жаңияға келгенде Зайдыр ақындар көкірегі ашық жердік бастықтар мен байларға ілесіп азаттық армияны қарсы алыпты. Азаттық армия Чинжанға кіретін болғанда балаларының біреуін жол бастатып, тіл аударып Чинжанға келіп, кейін ата мекендері Хотанға дейін жол бастап барып, ағайынды бірнешеу түгел үкімет қызметкері болып кетіпті. Кейін Зайдыр ақын қарт семьясымен Хотанға көшіп кетті. Сөйтіп, ол екі үкіметке де жағып, өмірі байлық бақытпен өткен адам дейді. 1942 жылғы ел жағдайы. 1942 жылдың наурыз мезгілінде өткен жылы Жаңия аймағына қарасты Бәгажа өңірде, қазіргі Суынан Сарыойғыр автономиялы ауданына қарасты Таулы районға айдалып барған қазақ ауылдардан Ақшатас Бике Ербай, Жәдік Түрікпен, Ителі Орсай қатарлыларға қарасты 120-ға жоқ түтіннен басқа қазақ ауылдары түгелмен Ойырқын, Тула, Майсу, Рырқа, Сұр өзенінің аңғары қатарлы жерлерге келіп тиянақтады. Сол кездегі халық тұрмысы жуық ғасырларда қазақ елінде болған санамалы аштық апаттарының бірі болды, десек артық болмас. Сол кезде осындай ауыр апат болуында үш түрлі себеп болды. Әуелі Мафуфаң әскери қосыны батыс Кәнсу районынан шегінер кезінде әтейлеп қосын жіберіп, пай кедей демей диқандардың астығын тонап, ақшалай алтын күміс алмасалықты ауырлатты. Онан соң таудағы қазақтардан еңбекші аламыз деп адам ұстап елді қуғындап тоздырды. Жұрттағылған малын сыпырып алып, көп санды ауылдар тигерге қара, орап ауыздарға тышқақ лақсыз қалды. Енді бірі өткен жылы, 1941 жылы, құрғақшылық болып, астықтың өнімі төмен болды. Оның үстіне Жапонға қарсы соғыстың алдыңғы шебінде тасылатын астық міндеті жыл сайын артып, диқандардың қолында мардымды астық қалмады. Ханзу қайыршыларда күн сайын көбейе берді. Таудағы қазақ ауылдарынан ойдағы егістік райондар мен қалаға кіріп қайыртілген қазақтарда кез келген жерде көзге түсті. Аштықтан әлсіреп, адамдарға сары ауру, жұқпалы ауру деген кесел тарап, Кәнсудың бүкіл батыс райондарын шарпыды. Дені сау адамдардың күнделік кәсібі көр қазып, мәйт жерлеу болды. Талай қарақостардың түндік ашылмай қалды. Талайлардың бұл жарық дүниеден үміттері үзіліп, ұрпақтары кесіліп, түндіктері өшіп, кейінгі күндерде ат-атақсыз кетті. Тек Шүлентау сілемінің сай-саласындағы сары төстерде, жол бойларында, қора маңдарында топ-топ тас топырақ үйінділер қалып, тұрғын халық күні бүгінге дейін қазақ бейіті атап кетті. Осы таудың жүлгесінде жүрер болсаңыз, сол қазақ бейіттері көзіңізге оттай басылмай қоймайды. Сол бір қарғыс атқан заманды мұңая еске алып, тізе бүгіп, аят оқымай, көңіліңіз жай таппайды. Бәлкім сіз оқыған осы аят, осы жатқан мәйіттердің 50-60 жылдардан бері кепкен кенезесін жібіткен сусындық болар. Жандарың жанатта болсын, қайран қандастарым. Әшекей Мұсаұлының тегі жайлы. Сол бір тар заманның куәсі болған Қапастың әңгімесі. Бәгажадан қашқан ел самсырап келіп, Сұр өзенінің бойымен Ойырқын, Тула деген жерлерге жиналды. Жаудан алып шыққан жанға аштық пен сары ауру деген пәле келіп сап ете түсті. Ел ішінде өлім жітім көбейіп, қазақ байқұстың көз жасы тыйылмады. Бірер айдан соң кейбір әулеттерде жоқтау айтатын адамның да жөні қалмады. Аш адамға жыларға дәрмен, ағарға көз жаста қалмайды екен. Үлкендер осы апаттан тіл құтылмас па екен деп күңіреніп кетті. Біздің ауыл Сарбас Сыбан ауылдарымен біргеміз. Қорада 20 шақты ұсақ бар. Көбінде шапқан тастап түсірген сары жапанға қорғасын оқ жасап, мергендерге аң атқызып аулал етеміз. Құрған заманда қорғасын қара дәрде табыла бермейді. Содан бір күні Сыбан мені шақырып алып, мына батыстағы ауылдардың біреуі бір бала тауып алыпты. Айтысы сендерге жақын сияқты. Барып алып келмейсің бе деді. 2-3 үйдің ортасындағы жалғыз саулы сары інгенді міндім де жүріп кеттім. Жолда елден сұрастырып отырып, Туланың аузындағы Пәленбайдың атын айтпай-ақ қояйын. Пәленбайдың ауылына келсем, бала сол ауыл екен. Ауылдағы үлкендердің айтқаны, бұл Чотқара Сарбастың ішіндегі Рахым деген адамның немересі. Боздайдың ұлы Муса деген азамат екен. Мұның Мұқай Жақсы деген екі інісі ел ауғанда бар көлде қалыпты. Осыдан 2 ай бұрын бастарындағы шәншаймаларын көтеріп, осында келді. Сонда Муса тегін осылай деп ұқтырған. Содан көре тұрып өлтіретін емес, осы ауылдағылар
Jilikti bet uğuslap biday birdemelerini berip, olar osunda turup kaldı. Osu avulda 10 çaktı tüye var edi, Musa sonu gayrıdı. Sonan bir günü osu avuldağı Kuldabay degen şal gelip, oybay Musa'nı düngön askeri atıp tasladı deydi. Oğuzcak ekevi elden kayırtılıp, kollarına eşitime tüspegen soň, közü qaraygan tam söýdi dep, osu mına çygystagy saýdyň awuzyndagy karawulga barıp, kayırtlemekçi bolup taýaganda özlerinçe sakdyk istep, Kuldabay jasyrdyp oturupdy da, Musa karawulga barıpdy. Bir talay aynalyp ergi askerler birdeme bergendey bolgan soň, Musa kayta жүрüpdi. Kuldabay, Huday, kolga birdeme tüskendey boldy dep kubanyp oturupdy. Musa karawuldan 4-5 arkan boy uzay bergende mıltık tars ede düşüp, Musa jalmana düşüpdi. Şorşugan Kuldabay gün batkança kozgalmay oturup, kas karaygan soň kasyna barsa, ok türekden ötüp bayağı da siresip katıp kalıpdy. Kolundagy dorbada bir şini şiki arpa bar eken deydi. Zatı besleşip atıp tastagan uksaydı. Sodan Kuldabay basını oňap betini şapanyny jawup taslap ketipdi. Biz tagy birewimiz mert bolamyz be dep baralmadyk. Eýeli Ökbetay degen köp görüp pısığa demedi, köz jasyny tiyip, belim buup tüýöni men gaýraýyn dep 10 çakty tüýöni gaýrgandan 10 çakty gün bolgan. Bir güni keçde tüýö koraga gelmey kaldy. Erteginde azamatlar izlep barsa, Ökbetay kiçkene gyzyň kuşakda bir top şiýdi jastangan galyp katyp kalypdy. Muna balanyň aty Äşekey eken. Bul çeşesinin omurawyny aşyp koyup, sonu sorup jatypdy. Sodan osu baş jakdagy kamyra kosup betini jasyryp koyduk. Awulymyzyň şetinde oturup, munday bolganyna biz de kırmızdan kısıldık. Esili sarı avrudan ketdimi eken, öňü sargayıp ketipdi deydi. Zatı solar biz kundawlaydy dep açtan ölgen adamdy avrudan öldü dedimi, gaýdan bileýin. Sonumen bunyň bizge atalas dowus ekenini anyk. Musa osula ýaganda birge kelgenini bilemin. Äşekeydi alıp gelip mına Muharraqqa kenje inisini nusgap, sen kolganat kılıp al dep tapsyrdım. Endi sol Bozdaýdyň urkundan jürgen jalgyz os Äşekey dep 1965-nji ýyllarda äkemniň kişi Kapas atamyz közüne jas ala keňes kılgany el esimde. Taýga taňba baskanday saýrabakdyr.